Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Мына Абдикашев сайлау Қазақстанда, Шырайлы Шымкентте. Қазір бізде мынау Нұрсат микрорайоны, Рахима Плаза артында тұр. Так, мынау бүгінгі түсіріп жатқан видеоларым бір айта кетейін дегенім, менің видеоларымның арқасынан жаңағы телефон номерінің жоқтығынан, басқаларынан көп жаңағы іздеп жүрген адамдар қатты қысылып, соны пайдаланып, Ержан деген бауырымыз ятсыз. Сол кісілерге хабарласып, мен сайлаудың інісімін. Маған жаңағы 21 мың жібер, Каспий Голдма. Мен сізді Америкаға, Кореяға жіберіп беремін деп, жаңағы ақшасын бәрін өзіміз төлейміз деп, адамдарды алдап жүрген алаяқтар көп екен. Оны маған екі кісі берді, ол номерлерін тапты. Осындай Ержан деген сіздің атыңыздан осындай нәрселер Каспий Голдқа 21 мыңнан әркімге салдыртып жатыр дейді. Уже 10 адам жинап қойдық, мынандай қылдық, тез болыңыз, анау болыңыз. Енді осы видеоның астына мен сол баланың, Ержан деген, қалай елдермен сөйлескенін бәрін осы видеоның астына қоямын тағы да. Өздеріңіз көресіздер. Мынау бұл түсіріп жатқан видео, менің видеомның арқасынан алаяқ болып жатқан кісілер туралы видео. Так, айтатын сөздерім ойланып тұрған көп еді, уже ұмытып қалдым. Мынау Ержан, көріп отырсаң, бетің айтайын, сол алдап 21 мыңнан алған ақша саған адал бола ма? Олай мен сенің бірауды алдынан өтейін деп жатырмын. Любой жерден, қай жерден болсаң да, жаңағы жіберілген ақшалар арқылы, или болмаса мен болмасам да біреулерге попросить етіп, сені ұстап аламын. Сосын өзің мен теспеймін, заңды арқылы жаңағы істеген нәрсеңді қатты өкім қаласың. Соны ойланыңдар. Менде осы подписчик жинайын, осындай нәрселерді көтерілейін, істейін деп жүрген өз еңбегімді, менің абыройымды қатты құртып жатсың да. Мен де қоймаймын ол нәрсеңді. Бірауыз алдынан өтіп жатырмын. Бірақ басқа кісілерге де басқа кісілерге де осылай менің видеомды арқылы Армениядан машина келейік, басқа комментарға мынаны жазып, абайлаңыздар, алдарыңыздан бір өтіп жатырмын. Заңды бәріңізден сол нәрсені қайттан құстыртамын. Мен енді өзім осыншама бизнес тренингтерге қатысып, оларға ақша төлеп, қалай қылатын соларға өзінің видеоларын жіберіп, халыққа жіберсін деп соншама жағдай істеп жатқан кезде, сендер келіп оңай жерден нан табайық деп жатқандарың ол дұрыс емес. Ялыңдар. Ержан деген мынау Кореяға, Америкаға барғысы келіп жатқан кісілерді, ол не только менің видеомнан, тағы да Абдиев сайлау деген бар. Абдиев сайлау деген Америкада жүрген да. Сондай кісілердің жаңағы, осындай видеоға түсіріп, осындай көмектесіп, айтып жүрген кісілердің видеоларына қосылып алып, телефон номерлерін алып, жаңағы білмейтін балалардың телефонын алып, міне саған Америкаға біз жіберіп береміз, ақшаңды қиналма. Мынандай да оңай нәрсемен. Бәріне оңай болып жатқан соң, ол өздеріңді күмәнданыңыздар. Маған жаңағы бұл Ержанды маған бір екі бала айтып берді. Оның аттары қазір айтылады, жазылады. Оларға рахмет, өйткені олар болмағанда мен Ержанды ондай екенін білмес едім. Сөйтіп, ол әрқайсысынан 21 мыңнан алып, Кореяға жіберем, Америкаға жіберем, Каспий Голдқа сал дейді. Сөйтіп, адамдарды конкрет айтқанда лақтырып жүр екен. Бұл видео сол менің видеомда пайдаланып жүрген алаяқтарға, мен айтып жатырған бұл машинаға қатысы жоқ, басқа нәрсеге қатысы жоқ. Сондай нәрселерден абайлаңыздар. Халыққа айтып жатырмын, балаларға айтып жатырмын, жаңағы, осы видеоны көрсеңіздер, сол жаңағы Ержанмен хабарласқан балалар бар, осыны жіберсеңіздер болады оған. Маған обязательно жазылыңыздар, подписать етіңіздер, лайк басыңыздар. И осы видеоны жан-жақтарыңызға таратыңыздар. Өйткені қаншама адам қазір өзі и так не жерде қиналып жүргенде, жұмыс таппай, ана жаққа барам деп қандай үміттермен жүрген кезде, сондай әр адамнан 21 мыңнан алған кезде өздеріңіз есептеп көріңіздер, қандай болады. Үйренсін, еңбек етсін, қиналсын, істесін, сондайдан үйренсін. Мынандай оңай мошенницамен, ақшамен табу, ол все равно көпке бармайды. Ол нәрсені өзім юристтеріме айттым. Ертең бір жағынан шығаратын қыламыз Ержанды да. Сонымен істеп жатқан бірге Каспий Голд бар, ол адамдарды
Ау, брат. Брат, объемды айтып жібересің ба? Объем? Алло, Нені айтып жібересіз ба дейсіз? аты жөнің бе, аты жөнің қалай? Он берген Данияр. Оны берген. Данияр, ин номерін білесің ба? Иә, Так, ин номерін білсеңіз, базаға тексереді, болады, болмайды айтамыз. болды. Айтшы. 89 05 06 07 06 307 635. 635. Брат, қай қаладан орасыз бізге? Шымкент қаласынан. Бізде былай ғой, общий стоимості 680 мың болады. Алло. 680 ма? Иә. Арзанырақ болмай ма? Билет бәрі соның ішінде жататын. А, жұмыс қандай жұмыс тауып бересіз? Жұмыс оны стройка ғой. О, айлығы қанша болады кемі? Өзіңе байланысты, 48 сағат сесінден $2800-$2800 басталып отыр ғой. 8 сағаттан. О, 2008 күшті ғой. 8 сағат, 8 сағаттан жоғары істемесең, ол өзіңе байланысты қалай болады? Так, 680 мың, е? О, қалай, жұмыстан берсе бола ма оны? Болады, сосын бірақ қазір первоначальный 21.600 теңге ма сондай визағасы. 621 мың? Жоқ, визаға 21.800 деймін. 21 мың. Первоначальный. Аха, сон берем сөйтіп? Соны төлейсің, болмаса егер ажаттан төлей алмайтын болсаң, зарплатадан төлейсің ғой. Бөліп бересің. Сол 21 мыңды зарплатадан берсе бола ма? Жоқ, оны қазір сразу наличный, ар жаққа заявка жібереді. Аха, болды, 21 мың, жақсы онда. О, гарантия бар ма? Сен Гарантия бересіздер ма? Барып өткізіп, жұмыс қорын алыстырып бергенге? 100% қой, ертең билет алғаннан, қолын алғаннан кейін үшін 29 деп бәрін. О, жақсы. Сіздер қай қаладасыздар? Алматы ғой. Алматыдасыздар ма офистен? Карточкаға салу керек болғанда? Иә, голдқа. Мен қазір бірінші тексеріп көрсем, база, брат. Брат, ана шорым біреуін еш жоқ мен ақ қалайшы, өтініш. Қашан кету керек одан кейін? Қазір көрейік пе, сөйлесіп атыңыз, звондап. Тексерсін, базадан сосын айтасыз сонда. Болды, жарайды, жақсы, дұрыс болды. Міне осындай мошенниктер көп. Менің атымды жамылып, ақша 21 мың алып атқан көп. Ержан деген бала, Ержан деп танысып жатыр. Оны қазір өзінде звондап айтам. Если сен қоймайтын болсаң, мен арызданам. Жақсылап ол істеп атқан тірлігін қайттан құстыртатындай қыламыз. Қазір бәр жерде прозрачный, ол нәрсеге дейін жетеміз. Осындай жағдайлар болып отыр қазір. Міне менің атымды жамылып, әркімнен 21 мың теңгеден алып, Кореяға жіберіп береміз, өткізіп береміз. Ойбай, мынандай өтірік нәрселердің бәрін. Мен олай істеген жоқпын ғой. Мен официально если істейтін болсам, менің өзім адамдарымды мен өзім айтам. Өзім суреттерін көрсетем, өзім кім екенімді, кім немен істеп атқан, қайға жүру керек бәрін мен айтып түсіндірем. Сондай жігіттер, так что әркімге сене бермеңіздер. Жаңа мен атынан барған өте қиын нәрсе екен. Сондай жақсы лайк басыңыздар. Алло, брат. Ау. Загран бар ма сенде паспорт? Дайын? Иә, бар ғой. Бұрын кредит жағынан проблема болмады ғой, да? Кредит жағынан кішігірім бар, оны жауып тастаймын ғой, баратын болсам. Бірақ черный списокта емеспін. Общий сумманы айттым ғой, мен 680 мың болса барам деген. 680 мың, анау 21 мыңды қазір берем, қалған жұмыс істегеннен кейін берсем болады ғой. Иә, қазір, жағдайын жетпесе, біз ертең Алматыдан шығатын кезде нотариуске барамыз, нотариустен қазір аламыз, осындай барған соң сумманы береміз деп қалған сумманы. Көбісінде бұндай патент болып отыр, бізде ақшаны осы кезден төлеп отыр. Барғаннан кейін сайлаудың өзі болмай қалды ғой, машинамен былай кетеді. Зарплатаны алып та үйлеріне жіберіп жатыр да. Сондай проблема отыр. Иә, түсін. Егер барамын десең, мен қазір деңгейден Каспий голды жіберем. Саған. Болды. Сіз ана сайлау аға кім болды? Сайлау аға ғой жіберіп жатқан, иә? Біз ютубтан көріп қуанып отырамыз да. Көмекшісің ғой өзің. Көмекшімін? Ана сайлауды қазір Каспий голдқа жіберетін сайлаудың жеңгейдегі сайлау. Сая деген аты. Бол. Кім болады сіздің есіміңіз?
Менің есімім Ержан болады. Сайлаудың өзінің номері ма? Өзімен сөйлесе аламын ба? О, точно кіргізе аламын ма оған? Өзімен ертең 29-да гиперхаусқа жиналамыз. Шымкенттен болса. Гиперхаус? 29-да гиперхаусқа жиналамыз, өзіне қол қоятын қағаздарға қол қоясыңдар. Ішіп, шегіп, сол жақта патрап кетіп болсаң, біз жауап бермейміз. Көтін қысып жұмысын істейтін адам керек қой. Өзімізге 7 адам керек, барғансыңға. Тағы достарым тартсам бола ма қасыма? Кімді? Достарым тартсам бола ма қасыма? Кімді тарттың? Достарымды. Достарым онда неше адам бар сенде пока достарыңда? Үшеу. Үшеу дейсің ба? Бізге как раз 3 адамға орын болып тұр ғой бізге. Январдың 10-сы күні шықтырамыз Алла қаласа. Әрқайсымыз 21-мен сол. 21.600 теңгеден егер 21.600-ды қазір бізге бересің ғой, ертең кететін жағдайда сен кетпей қалып, үйіңнен бір проблема шығып, біз 21.000 тағы қайтара алмайды тұрады, өзіңе ескертіп қойын. Бол. Сен өзің проблеманы шығып, бармайтын болып отырсың, ақша обратно қайтара алмайды. Жоқ, барам мен. Ренжіп, милицияға беріп онда. Жоқ. Жетсайдың бір жігіті сондай ғой, біз бардық біз. Барған соң ішіп кайфовай кетіп нахану. Насыбаймен ұсталды біледі, осының басына проблема болды. Барған соң арақтан ішіп біледі. Олға да сөз келіп жатыр да. Жоқ. Анау өзі апарып алып. Өзің көтеріп күшесең бұл сосын бір ескерту сен зарплатаңнан біз 10% ұстап отырамыз айма-ай. Зарплатадан қанша процент? 10%. Так, $280 ма? 2800 жасам? Қанша уақыт ұстайсыздар? 6 айға дейін ұстаймыз, брат. Ой, жақсы болады онда, болады. 6 айға дейін салады. Онда жазылып аласың ба? Нөмірді ма? Иін номер берші, менде Каспий Голд жоқ. Иінін бере салыңыз бана әпкеміздің. Алло. Иін номерін берсеңші, иін номерін. Каспий Голдтың өзін жазып алсайшы, брат. Менде Каспий Голд жоқ, брат. Иінмен салсам бола ма? Бірақ басқа нелерде жоқ па, таныстарында жоқ па? Білмей-ақ қойған дұрыс өттіш. Просто қазір иінмен жүрсең түсіп жатыр да қазір Голдқа деген. Жарты сағаттан, бір сағаттан кейін түсіп жатыр. Анау одан Каспий Голдтың карточкасын дейсің, әлде жеңгейдің номерін жазып, сол телефон номерін жазып, Голд шығып тұрады тұрады. Бере салыңыз, жарайды. Номерін. Жеңгейдің номерін жазып алшы сонда. Беріңіз. Алло. Беріңіз, жазып алам. Карточканы берейін ба, телефон номерін? Разница жоқ, қайсынан тез түседі деп жатсыз? Телефон номерден тез түседі ғой, тез Голд аударсаң. Болды, беріңіз. 8-700 Аха. 784 784? Аха. Сізде сет ұстамай жатыр ма? Мен де ұстамай жатырмын. 184 жазып алдың ба, брат? Иә, 184. 0086. 86. Бұл кімнің есімі? Кім деп айтайын? Сая Амантай қыз деп шығады Голдты. Жарайды, болды, рахмет. Жеңгей. Болды. Дос балдарыңға. Мен сізге жарты сағатта хабар беремін, соларға звондаймын да айтам, мынандай адам шықтыр, сайлаудың көмекшісі екен, бәрін жіберіп жатыр. 3 орын бос, барасыңдар ма деймін. Если барам десем, мен сізге осыны айтам, ақша салдық, мынандай фамилиядан деп. Бірақ онда мен қазір ақшаны салған бойда сұрады, аты жөніңді, ең номерін жазып жіберші. Жарайды. Бір арғы хабарған кезде гиперхаусқа сағат 29 сағат 2-ге жиналады. Жарайды, болды, түсіндім сізді. Гиперхаусқа сағат 2-ге жиналасыңдар. Білесің гиперхаусың? Иә, білем ғой, білем. Катуш, брат, білмейді, жеңгей сандады. Алло, брат, тұрсыз, білмейді. Алло, дада? Жоқ, Шымкенттен бар екен бір бала шықты ғой. Шымкенттен тоже шықтыр. Аха. Шымкент шақтырды, мен жаңа Ардақана Алматы еді, мағарап ішіп болып берекетті қалды. Онда болақа мен сайлауға хабарласам, онда айтам өзім хабар. Мен айтып жатырмын жаңа гиперхаусқа 29 сағат 2-де келсе. Жақсы. Алло. Ау, ереке, айта беріңіз. Алло. Бірақ неше минутқа аударды бересің сен? Жарты сағатта шығар, құда қаласы. Оны бір аударды маған сұрады оны. Есеместен номерге жазып бересің, аты жөнін, ең номеріңізді. Жарайды. Сіздің есіміңіз кім? Ержан есім. Болды, қуаныштымын, ереке. Мен де қуаныштымын. Сайлау ағаның інісісіз ғой, сонда? Түсіндім. Сайлау ағаның інісі боласыз ғой, ютубтағы. Мен бөлесімін, туған бөлесім. Бөлесі, болды, ереке, қуаныштымын онда. Туған бөлесі болып келем. Камиля деген апаң баласым ғой. Бізде ондай не жоқ, ғаны істесең, жұмысыңды атқарсаң. Болды, сеніп тұрмын, ату машинектер көбейіп кеткенде бәрі лақтырып, сондай ма деп.
мошенник болса голубтың жеңгенің атында тұр ғой милиция сразу без проблема табасың ғой жарайды амантай жарайды алдап жеңгенің аты сол онда жіберген кезде біраз айта саласың жазда смсте жазып жібересің болды түсінікті барам дейтін балдар болса соған да айта қазір сізге